Армысыздар, құрметті көрермендер. Пара алды деп айыпталған Мұхтар Әуезов атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық драма театрының бұрынғы директоры Ерлан Біләл Ел-Кезет ақпарат агенттігінің ютубтағы бағдарламасына сот шешімімен ірі көлемде айыппұл төлегенін айтты. Бұл туралы Ел-Кезет ақпарат агенттігі жазады. Ол өзінің айыбын мойындағаннан кейін мынандай жағдай орын алған. Сот шешімімен 52 миллион 500 мың теңге көлемінде айыппұл салынды. Ондай ақша қайдан бізде? Көшеде келе жатсам, үйімнің есігінің алдында қара-құрым ел. Ол да халықтың сүйіспеншілігі деп білем. Тіпті ішінде танымайтын адамдарым да бар. Зейнеткерлер 30, 50, 100, 150 мың теңгеден берді. Көп адамның ішінде танитыным да бар, танымайтыным да бар. Соның ішінде үлкен айтулы жағдайы келетін азаматтар да бар екен. Көлігімді саттым, қолымдағы барды саттым, туған, туыс, бауыр өздерінің тұрып жатқан үйлеріне дейін сатуға қол қойды. Ел жұрттың көмек жәрдемін жиыстырып 2-3 айға создырып жүріп төледім. Қазір аз-маз қарызым бар. Мұндай көлемдегі ақша оңай емес. Менің өңім түгілі түсіме де кірмеген қаражат, дейді Ерлан Біләл. Актер сот отырысында атақтарынан да айырылып қала жаздағанын айтады. Айта кетейік, 5 қаңтарда Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері актер Мұхтар Әуезов атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық драма театрының басшысы Ерлан Біләл 1,5 миллион теңге парамен ұсталғаны белгілі болды. Кінәсін толық мойындауына байланысты Ерлан Біләл қамауға алынбады. Осыдан кейін 9 қаңтарда Әуезов театры директорының міндетін атқарушы тағайындалған. Ал 17 қаңтарда Ерлан Біләлдің соты басталып кетті. Қазақстан еңбек сіңірген қайраткері Ерлан Әуезов атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық театрын 2015 жылдың 27 сәуірінен бастап басқарып келген болатын.